Баршаңызға сәлем, есімім Арайлым. Бүгін сіздермен 3 заттан тұратын жеңіл салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, үстіне дәміне қарай тұз, қарабұрыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Қызып тұрған табада жұмыртқамызды жақсылап қуырып аламыз, екі жағында. Осы салаттың рецептісін бейненің астында описание бөліміне қалдыратын боламын. Одан кейін пиязымызды тураймыз. Пиязымызды қысып тұрған отта 5 минут жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін мендегі жылқының еті піскен. Соломка қылып тураймыз. Мұндай қатты ірі қылып турамаңыздар, жіңішке болса салаттарыңыз әдемі көрінеді. Одан кейін тұз алған қиярымызды тоже соломка қылып тураймыз. Жұмыртқамызды 3 бөлікке бөліп, соломка жіңішке қылып тураңыздар. Сосын үстіне бағана өзіміздің пиязымызды саламыз. Майонез салып, жақсылап араластырамыз. Достар, егер менің каналым пайдалы болып жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осымен салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.